Салт дәстүр ата-бабамыздан қалған асыл мұра. Қазақ халқының салт дәстүрі үлкенге құрметімен, балаға ізетімен ерекшеленеді. Салт дәстүрді ұлықтау әрбір ұлттың сүйер азаматтың парызы деп ойлаймын. Бала тәрбиесінде отбасы арасында біздің басты байлығымыз жеті атасын білуде салт дәстүріміз болып табылады. Әрбір қазақ баласы өзінен бастап жеті атасын, ана әкесін, ата әжесіне үйреніп жаттап алу керек. Інімнің аты Сүйінғалибат, әкемнің аты Бердіғали, атамның аты Сесенғали. Ал төртінші атамыз Темірғали. Бесінші атамыз Сұлтангөбей. Алтыншы атамыз Қамза. Жетінші атамыз Шамир. Балалар жеті аталарында әжелер мен аталарынан сұрап біліп алыңдар.